Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қысқа арналған икра салатын жасайтын боламыз. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай әрі дәмді болып келеді. Сіздерге видеода барлығын түсінікті етіп айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамына керекті заттарды төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен қызанақтарымызды осылай өзімізге қолайлы етіп кесіп аламыз. Болгар бұрышы, чеснок және де пияз, шамалы сәбіз қажет болады. Ең алдымен осы кесіліп дайындалған қызанақтарымызды ет тартқыштан осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай өткізіп аламыз. Мінекей барлығын мен өткізіп алдым. Енді дәл осы ыдысқа осының үстінен кәдімгі болгар бұрышын ары қарай өткізетін боламыз. Мінекей болгар бұрышыны дәл осылайынан жіңішке етіп кесіп алып, ет тартқыштан өткіземіз. Келесі сәбіздерімізді осылай жіңішке етіп кесіп дайындап қоямыз. Оларды да дәл осы ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Енді ашылып дайындап қойған чесноктарымызды ет тартқыштан өткіземіз. Бұл салаттың өте оңай жолы. Дәл осы ет тартқыштың көмегімен барлық көкөністерімізді өткізіп аламыз. Ешқайсысын турамаймыз. Енді бізге осылай 3 дана пияз қажет болады. Бұл пиязды осылайынан майдалап, кубиктап турап дайындап аламыз. Тек қана пиязды ғана дәл осылайынан турайсыздар. Басқа көкөністердің барлығын осы ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Мінекей барлығын ашып турап қойдық. Енді газға таза үлкендеу ыдысымызды қойып қыздырамыз. Және де үстінен 1 кесе сұйық майымызды құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Міне пиязымыз дәл осылай сарғыш түске енген кезде жаңағы алдыңғы өткізіп қойған қызанақтарымызды барлығын осы үлкендеу ыдысымызға құямыз. Жақсылап араластырып, қайнағанша астын қатты отқа қойып қоясыздар. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. Міне достар, біздің салатымыз ақырындап қайнап бастады. Енді жақсылап араластырамыз. Астын баяу отқа қойып қоясыздар. Және де дәл осылайынан 35-40 минуттай баяу отта қайнатамыз. Міне салатымыз бұрқылдап жарты сағаттай қайнады. Енді жақсылап араластырамыз. Және де дәміне қарай 4 ас қасық тұз, 1 кеседей қант қосамыз. Енді өз қалауларыңыз бойынша дәміне қарай қоса бересіздер. Енді қара бұрыштың осындай молотый түрінен шамалы себесіздер. Және де осындай хели сунели деген дәмдеуіш бар, кез келген дүкенде сатылады. Одан да осылай шамалы қосып жақсылап араластырамыз. Енді осындай дәмдеуіштерден де қоссаңыздар, салатқа өте әдемі дәм беретін болады. Енді осындай укроп және де петрушкадан жақсылап жуып тазалап алып, осыларды да майдалап турап қоссаңыздар, енді салатқа керемет дәм беретін болады. Ең алдымен петрушкамызды осылай майдалап турап аламыз. Одан кейін укроптарымызды да майдалап турап, осы салатқа қосатын боламыз. Мінекей укроп зелендерімізді қайнап жатқан салатымызға салып жақсылап араластырамыз. Және де осындай аспирин таблеткасынан 5 штугын алып қосасыздар. Жақсылап араластырамыз. Барлығы толықтай еріп кетуі керек. Енді шамалы 5 минуттай қайнатамыз. Міне достар, осымен біздің икра салатымыз дайын болды. Міне қарасаңыздар, қоюлығы да өте керемет болып шықты. Енді шамалы алып дәмін көрсеңіздер болады. Тұзы кем болса, қанты кем болса, осылайынан қосып жіберсеңіздер болады.
Енді отты өшіреміз. Жақсылап араластырып, алдын ала мен банкаларымды парлап дайындап қойғанмын. Осылай воронканың көмегімен салатымды ақырын құйып шығамын. Құрметті достар, видео ұнаса лайк басып, астына пікір қалдырыңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген банк жабу әдісімен бөлісетін боламын. Мінекей, менде 1 литрлік банкіден осындай 5 банкідей болды. Енді ең бастысы біз осындай қақпақтарымызды жақсылап булап парлап алуымыз керек. Одан кейін осы банкілерімізге бетін жауып, осындай жапқыштың көмегімен жақсылап мықтылап тұрып бекітеміз. Құрметті достар, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы қазақ тілді YouTube каналдардың ары қарай дамуына өз қолдауларыңызды білдіріп отырыңыздар. Міне достар, осымен біздің икра салатымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған әйгерім. Келесі видеоларда жолыққанша достар.